Тимур алдында өзі шыққысы келіп жүрді ғой, кеткім келіп жүр, шаршап жүр. Бекер алып қалдық, иә? Иә. Сол кезде негізі кеттіре салу керек еді да, ұстамай. Және де ойлаймын, жаңа сіз айтып кеттіңіз, сізге толық қосыламын. Негізі Камилаға ол серьезно қарап жүріп жүрген болса, давно үйленіп кететін еді. Негізі Тимур үйленгісі келіп жүрген бала ғой. Просто енді мына жерде отырмай кеткен, енді мөлдірмен жаңағыдай Диана ханым негізі сөйлесіп қалған болатын Тимурмен. Түсінген бойынша негізі бұрын алдындар сөйлескен да. Түсінген бойынша бұл жерде отыра алмайды. Молямен енді. Бір жерде бір студияда. Келмейді, иә. Оған қиын екен да. Енді сыртта өз-өзін алдап жүрген сияқты Камиламен. Еңлік, Арина? Я негізінде Тимур бұның барын менің ойымша жобадан шығарып жіберу үшін әдейі істеп отыр. Қолдан. Я, өйткені алдында да бір айтып қалғаны бар еді, негізінде Камила маған жазады, біз әлі де сөйлесеміз деген сияқты айтқан болатын. И кім оған поддержка берді, сол жаққа қарай кетіп қалды уже бала. Арина? Айбат айтып жатыр ғой, жаза деп, негізі жазаны уже қанша рет берді ғой. Именно Тимаға ана бетіндегін майлығын айтамаймын ғой, мен Тиманың яты жоқ та, Диана ханым шынымен де. Андай ғой, если шыққысы келсе, оны істамайық шығар жеру керек еді негізі. Ол да кішкене шыдаса болар еді ғой, уже скоро жоба бітеді, кішкене шыдап. Қанша бір жылдай отырды, бір жылдай Молян түрін көрді, и қазір қанша 20-25 күн қалғанда Молян Көре алмай қалды, иә? Жоқ, Диана ханым айтып кетейінші, мөлдірден ол үмітін баяғыда үзген жігіт қой. Енді мөлдір маған үміт бермеді деп, бір ық берген қызға ығыла беруге тоже болмайды, Диана ханым. Ол уже сана сезімі жетілген үлкен азамат қой, 20-дан асқан мысалы. Дұрыс, жаза беру керек, немесе шақырып сөйлесу керек. Келмей жатқан сияқты, әлі де телефон тұтқасын көтеріп те жатқан жоқ, Ерасыл. Иә, Тима, бұл енді Тиманың істегенісі дұрыс емес, Диана ханым, оны білеміз, иә. Бірақ ол өте ақ көңіл жігітті, Диана ханым. Өзінің қандай болсын, өзінің ішіндегі шынайы адам да, ол шынайы адам. Мұн жақта шынымен де енді бір, ол бала адасты дегім келеді, Диана ханым, шынымен. Ол махаббаттан жолы болмай жүр, Диана ханым. Оның, менің ойымша енді өзімнің жеке пікірім, оның мөлдірге деген әлі сезім бар, Диана ханым. Хамо? Енді мына жақта мөлдірмен қосуға не қылып жатыр ғой, әңгіменің бәрі сондай болып жатыр. Бірақ енді егер сыртта Камиламен жүрсе, значит Камиламен оған данный момент комфортно. И өзін бақыт сезініп жүр. Сондықтан екі жақтан қарап көрейік, егер де кигіз кимей Камиламен барлығы жақсы болса, ол жағына да қуануға болады. Өз бақытын тапты дегендей. Ал былай қарайтын болсаң, ол да дұрыс емес негізі, Диана ханым. Қазір сағат енді 18:30-ға дейін күтейік, келмесе енді сіздер шешім қабылдайсыздар ғой. Бізде әлі нақты 2 сағат уақыт бар. Тима, көріп отырсаңыз, тағы да жалынды сәлем. 18:30-ға дейін сізге берілген уақытымыз бар. Одан кейін тым кеш болып кетпесін, өкініп қалып жүрмеңіз. Ал эфирді жалғастыру үшін ортаға Хамо мен Диананы шақырамыз, келіңіздер. Әдемі жейделеріңізді бірге тұрып көрсетіңіздерші. Жыптық киім. Хамо айтады, я всегда прав, это точно дейді. Диана айтады, я всегда права, но это не точно дейді. Күшті? Әдемі? Я, әрине, өздеріңізге қалай ыңғайлы, қалай жақсы. Аяқ киімдеріне дейін бірдей ғой, шіркін. Күшті? Қайсы, Диана ханым? Күшті, өздеріңіз? Бізде де нормаль. Бағана біз көрген көрініс ол не болды? Қайсысы? Бағанағы ма? Ол... Бәсе қайсы сені сұрап отыр? Жаңағы да? Содан кейін жылап, тағы да кішкене көңіл күйіңіз түсіп қалды. Құлап. Жылатты ма тағы Хамо сізді? Жоқ. Бүгінгі киімді... Кеше бәрін шешкен сияқты едіңіздер ғой? Бүгінгі киімді деп қайттан ағыстырып жіберсің. Негізі бүгін осылай киінейік деп Диана айтты. Сөйтсем, парный киім Диана тауып қойған екен. Өзі тапты ма? Аха. О, прогресс, күшті. Сонымен осылай киім шықтық. Негізі Диана ханым, мен осы ортаға шыққан сайын мен сөйлейді екен, бұл жолы Диана сөйлесінші. Кеше эфирден кейін отырып сөйлесіп қалдық. Шерхан бар, Бота, Хамо, Диана. Сол кезде Хамрақұлға анасы хабарласты да, анасы бірден балам Дианаға берші тұтқаны деді. Одан кейін Дианаға берді, Диана телефонды алды да бір 10-15 минутқа жоғалып кетті. Сол кезде Хамоның анасы сізге не айтты, құпия болмаса? Диана ханым енді, мынандай ғой,
қыздарға алдынан бері ақыл айтып жүрмін ғой. Енді айтпаймын деп шештім. Ол ақылдың бәрін өзіме қолданамын деп шештім. Негізі кеше барлығы жақсы болды. Соңында анасымен сөйлестім. Көріп отырған шығар, сәлеметсіздер ме? Негізі жоқ, кәдімгідей маған өте жылы сөйлейді. Қызым, болмайтын нәрсеге ренжіме. Енді хамоның да мінезін біліп қалдың ғой. Басы сабырлы бол. Егер де басқа қыздарға қарап, андай енді әзілдесіп біреуді айтатын болса, жай ғана ехидна күліп қойып отыра бер дейді да. Қайта сен жеңесің сондай уақытта. Сабырлы бол деді ме? Ақылды бол, сабырлы бол, қызым. Басы бұл не десе де қарамай отыра бер деді ғой. Енді бұл жерде енесінің сөзі ыстығырақ болып тұр ғой, әйтпесе осы дүниені қанша рет біз де айтамыз, мына жақтағы әріптестеріміз де айтады дегендей ғой, бірақ енді анасының сөзі тиіп тұр, ол күшті. Негізінде Диана ханым, бірақ жаңағы басқа қыздар деген әңгіме қалып кетті ғой, қашан қазір ондай жоқ. Күшті, хамо өзгерді. Қыдыру жоқ. Енді оны өзіңде біліп жүрсің ғой. Просто мен соңғы кездер ойлаймын, менден уже жаңағыдай мін таппай жатыр да, ештеңе істемей жатырмын, қаңғырмай жатырмын, қыздармен сөйлеспей жатырмын. Соған уже өзінің іші пысып жаңағыдай бір кішігірім ұрыс шығарып қалып жатыр ма деген ой келеді да. Енді женская логика, оны түсіну қиын ғой. Ал өткендегі мәселеден өтіп, бірақ мен Диананың бір несіне таңғалатым, мысалы ұрысып болғаннан кейін смело қайтадан жүре береді, дым болмағандай. Ал мен ойланып кетемін. Қалып кетесіз. Мен не істеп қойып едім бұл жолы деп, қай жерден қате кеттім. Неғып сол қатемді бетіме айтпайды. Енді бұның ішіне кіремін. Не істеп қойдым? Білу керекпін ғой мен қай жерде қате кетіп жатқаным. Сосын таппаймын. Дианада мынандай нәрсе ішіме кіріп тап деген сияқты да, жаңағыдай не болып жатқаным. Не болды десең, ештеңе дейді, бірақ қайтадан түр жинай салады. Мен ондай нәрсені жақтырмаймын. Пока айтып мәселені шешпегенше ішінде не тұрғанын мен білмеймін, например. Жоқ, Диана ханым, мен қандай да бір ұрыс болып қалады ғой, енді ортамызда кішігірім болса, мен сол жерде ұрсамыз да, сол жерде бәрін ұмытып кетемін, мен болды, ары қарай вообще ойламаймын ол нәрсе туралы да, маған не айтты, барлығы мен ойымнан шығып кетеді. Қайтадан барам да, қайтадан сөйлеп кете беремін. Мен үйде де сондаймын да. Барлығымыз енді отбасы болғаннан кейін үйде де кішігірім енді папа жақтан да, мама жақтан да енді ұрсатындар болады ғой. Сол кезде де ұрсат, бірақ тұрамда 5 минутқа шығып келем да. Сонымен қайтадан ештеңе болмағанда екеуіне де сөйлеп кете беремін. Мен мінезім сондай болып қалғанда уже барлығына бүйтіп түңіліп кетпеймін, ішіне кіріп кетпеймін. Не болды, андайда бәрі жақсы қарай жорайым. Хамрақұлдың айтып отырғаны былай сияқты, егер арада қандай да бір мәселе туындаса, сіз Хамрақұлға оның реніштің себебін айтпайсыз да, бірақ сіздің эмоцияңыздан Хамрақұлға ренжіп отырғаныңыз белгілі. Хамо сізге келіп сұрайды: Диана, айтшы жаным, не болды саған? Ал сіз жоқ, ештеңке, бәрі дұрыс дейсіз де, қайтадан теріс айналып отырып аласыз. Және жігіттің бұл тарапта сізден талап етіп отырғаны: айналайын Диана, қандай да мәселе болмасын, ол ұсақ түйек бола ма, ол ауқымды проблема бола ма, маған барлығын айтшы, ішінде сақтама. Екеуміз екі жақтан отырып барлығын шешеміз. Сол кезде бұл проблема енді бізді мазаламайды деген өте оңай формула. Ал сіз жоқ деп тырысып аласыз да, одан кейін Хамрақұлдың ашуын екі есе шығарасыз. Ондай нәрсе болады, бірақ кейде не үшін ұрысқанды өзім шынымен ұмытып қаламын да. Бірақ өзіңіз сол ситуацияны жібермей, соңына дейін ренжіген, қырсыққан қыздың кейпінде отырасыз. Ол рас. Ол былай басталды негізі. Өткендегі мына жерде бір хайвей ма, одан кейін ортаға шығып барынша жылы жабуға тырысып отырмын. Мен әңгімені айландырып басқа жаққа айтып, сонда да сөйлеп отырып қарасаң, нормально деген қыз уже сәл болсын күлу керек қой, бірақ түр жасап отырады да. И мен ойлаймын, знаешь, что не так деп. И ертесіне үйге қайттық қой, енді ертесіне келген кезде мен уже үйде жаттым, құрсын бүгін ештеңе болмасын, бәрі күліп барайыншы деп, нормально настроениемен кіріп, анау әңгіме тамақ қылып отырдық. Сонымен мен кіріп амандасатын кезде шашын істеп жатыр екен. Сосын стилисттардың кейбіреулері жаңағыдай істеп жатқан кезде, амандасқан кезде жақтырмайды. Көп адам неге сондай ғой, мысалы жұмыс істеп жатқан кезде сен келіп не қылсаң, мешать етпеші деген сияқты, бітіріп алайын деген сияқты. И мен сол жағынан не қылдым да, Диананы сыртта күтіп алғанда Индира ханыммен сөйлесіп тұрған кезде Диана артынан келген екен, мен көрмей қалыппын. Сонымен бір қарасам, артынан айналып тірліктер істеп жүр. Нанғы жайма дедім. Сосын келіп амандасты да, еще амандасқанда келіп бүйтті де қайтып кетіп қалды. Жайма деді. Тағы да не том. И тағы ойланамын, мына не істедім мен қазір, қай жерден қате кеттім. Сосын келіп тамақ отырдық, тамақ ішіп аттық. И тағы да бір кісімен әзілдесіп ойнап отырып тамақ ішіп жатқан едім, тарс етіп тамақтың беті жабылды. Тағы ойландым, тамақты не то істеп қойдым ба, или бірдеңе деп қойдым ба. Сонымен мен болды жемеймін дейді. Хотя ол жерде 2-ақ қасық күріш алды. Әлі тауысып үлгермей. Тойып кеттім, анау-мынау деп. Сонымен ол тамақтың ішінде бауыр бар екен. Бауыр жемеймін дейді ғой. Хотя ол тамақты өзі таңдап алды. Бауырды? Бауырды өзі таңдап алды.
сосын ана жерде қаншама тамақ тұр ғой, неғып үйтесің деп, и ол бір екі кісілер тоже айтты, сен өзің таңдап алған жоқсың ба деп. И мен уже біліп тұрмын, что-то не так екен. Сонымен қолымда пластмасс қасық тұрған, енді сәл ашуланып, жесей дегенім, ана қасықты ұш типі тарс деп шашылып кетеді ғой, дауыс шығып. Сонымен бұл тәтем дейтін орнынан тұрып, ананың бәрін жауып апарды да, тастатты, сумкасын алып шығып кетті алға. Мәс. Болды, мен прям мен жынданып бастадым, не істеп қойдым, сол жерде кісілермен отырып сөйлесіп отырдым. И сыртқа шығып кетті, кесе студия жақта жүр, сонымен сөйлесе алмадық, тағы бір нәрсеге ренжіп қалды. Одан кейін номинация көрсетілді. Номинациядан кейін ғой Диана ханымды. Бұл кейін болған жағдай ма? Кешегі ситуация. Сонымен Диана кеше эфирға кіруден бас тартты деген әңгіме содан басталды ғой. Сонымен екеуі ажаға шығамыз, и мен бірден көңілі болмай тұрма деп ойлайсың, мысалы азанда үйден шыққан кезде, если настроение жақсы болып келсе, сен бұл жақталармен жақсы сөйлесесің. Мен үй жақтан бірдеңе болды ма деп сол жаққа жағасың, іштеңе дейді. Егер де адам баласында барлығы жақсы болса, бетіне күліп қарап тұра береді. А если не то болып тұрса, бәрі жақсы дейді, бұрылып кетіп қала береді. Кешірім сұраймын, Айбатқа не болды? Айбат? Жайшылық па? Камера түсірсін деп жатырсыз ба? Түсірді. Болды ма? Жоқ, внимание емес, просто мына бауырым. Ақтөре ма? Айбат? Просто мына бауырымды айтамын да, бір айтқан сөзім бәрі күлкілі да. Отырып алып бір нәрсені дүп еткізеді, кейін күлемін да, Диана ханым. Не айтты? Не айтты? Мен болашақта жаңағы арманы болады ғой, соны айтып отыр да, болашақта UFC-дің жаңағы чемпионы боламын, анау депші. Сол кезде күшті әңгімелер айтып жүреді, оны айтуға болмайды Диана ханым. Өз арамызда тек қана. Онда күлмей отырыңыздар, ортаға құрмет болсын. Диана? Иә, Диана ханым, ол енді менің бір андай күнде енді адам күліп жүре бермейді ғой. Бір сондай бір моменттер болып қалады, менде бір қырсықтығым ұстамайтын кезде ұстап қалады, бір еркелік тема қырсықтық, қыздың бойындағы енді сондай бір, енді шынымен де ешқандай адам түсінбейтін мінездер бар ғой қыздардың болмысында, в общем. Сонымен сондай нәрсе болып қалды. Негізінде мынандай ғой, келген уақытта енді арқасынан келдім да, енді ойнап тұрғаннан кейін беліне осылай ұстағанда қарамай қойды да, сол кезде мен ойладым, маған әлі ренжіп жүр ма дедім да. сонымен ары қарай уборныйға кетіп қалдым мен. Сөйтіп келіп амандасын просто так қазір тағы да барып егер қолынан бүйтіп ұстайтын болсам, бүйтіп тарт деп не қылама деп ойладым да, сонымен жай ғана барып амандасып кеттім. Сонымен негізі мен басқа жақтағы столикқа отырайын деп жатқанмын да, енді ашуына тимей пока көрінбей тұрайыншы көзіне депші. Сонымен маған айтты, тәтелер айтты, жігіттің жанына отпайсың ба деді да. Сөйтіп ішіме ойладым да, қой қазір ештеңе демей тұрғанда жанына барып отырайын дедім да, тамақтарымды алып келіп отырдым. Мен негізі Диана ханым тамақ қазір андай да, көп жей алмай қалғам да, вообще. Үйде де сондаймын, бір күнде әшім бір-екі қасық жесем, кәдімгідей сонымен жүре беремін соның күшімен. И сонымен азанда тамақтанып шыққам, сөйтіп тамақтанып отырдық. Мен бауыр жемеймін, күрішін жеп отырдым да. Сонымен қарным тойып кетті. Сол кезде маған енді кішкене дауыстап жей деп ұрысты да енді. Жоқ, анда дауыс тик-тик-тик деп қойшы. Негізі қалай бар солай айтшы. Одан бөлек Диана ханым жоқ, шынымен тик-тик-тик демей. Негізі мынандай нәрсеге ашуым келді Диана ханымшы. Любой еркектің ашуына тиеді деп ойлаймын. Мысалы, сен балдармен немесе үйде отырсаң, сенің қызың басқа жерде жүргенін потом басқа адамнан естіп қалсаң, ол ашуыңа тиеді. Неге мен хабарсыз білмеймін деген сияқтышы. Вот екі ситуацияда сондай өтірік болып қалды да, и өзі ұсталып қалды. Бір жерге барған, в общем, өзің айтып берші ал. Иә, Диана ханым, мен ладно, ол ситуациям негізі барлық кінә өзімнен шыны керек та. Жоқ, бағана ситуация. Иә, соны айтайын деп тұрмын ғой енді. Бұл кісіге ескертпей мен бір жерге бір жұмыстармен бардық, Бота екеуміз. Сонымен ары қарай негізі Шерхан екеуі нормально отырды да, сонымен Шерхан мен Бота қатты ұрысқаған болатын. Мен Не болды? Біз қатты ұрысқан жоқпыз. Дауысы да шықпай қалды. Аринаның соққысы қатты. Біз Ботамен қатты ұрысқан жоқпыз. Иә, сөзге қалғанымыз рас қой. Не болды? Қыздар байқап ойнаңыздаршы. Диана ханым сонымен енді ұрысып қалғандай болды ма білмеймін енді, екеуі кәдімгідей екі жақ қарай кетіп қалды да. И мен Ботаның жанына бардым, сөйтіп Бота айтты, енді мен бақытты болуға лайық емеспін ба дегенде енді кішкене жылап қалды қызшы. Негізі сыртқа шыққан уақытта Шерханды күтіп отырған ол. Шерхан жаныма келеді деп Шерхан екі сонымен біз бардық караокеге. Біреудің ара қатынасын айтпай, сен не үшін рұқсат сұрамай кетіп қалғаныңды айтсайшы, болды. Зачем ол жақта ұрысқан рұқсат сұрамады сізден, ескертпеді ме? Мен жалпы былай ұстадым Диананы шы. Негізі шындығы айтайыншы. Мен ол жақта
жақтағы заведенияны охранник балдарын танимын ғой, маған олар сен 2 сағат бұрын келді деп айтты ғой деп айтып едім, Диана өзін ұстап берді ғой, жалпы маған ше. Сағат 10-лардың шамасына барған ойқа маған сағат 12-лерді айтады ғой. Мен осындай жерге келіп едім деген сияқты. Не өтірік айтасың деп, мен ашын айта сағам ғой, қаяқтан мен өзін ұстап беретін. Диана ханым, мен түсіндіріп кетейінші, енді сол жаққа барып отырдық та, менде ойымда мынандай болды, қазір әшейін 1-2 сағат отырамыз да, енді ботаны жұбатып ары қарай мен кетем деп ойладым да, өйткені ол нәрсені мен үйдегілерге де ескерткен жоқпын. Хамоға да үйдегілерге де ешкім ештеңе айтқан жоқпын. И сразу үйге қайтып кетем деген ой болды да. И сонымен енді бота кәдімгідей жылап жатқаннан кейін ескертейін деп сол кезде ойыма түсті да, мен шынымен артып бұндай жаман болып кететінін ойлаған жоқпын. бар екен Диана ханым. Одан Ол сағат нешелердің шамасы? сағат 2 сағаттан кейін маған хабар бергені сағат 12-лер. Мен осындамын ботамен деп 2 сағаттан кейін. Осында емес, мен еще келдім дедім ба? Келдім деген сияқты айтады ғой. Бірақ 2 сағат бұрын кеп қойған. Аха, 2 сағат бұрын келіп отырған екен, сосын мен есіне түсіп қалғам. Өтірік. Одан кейін тағы не еді? Мен айтамын да, сағат 12-ден асып кетті, сен бір решала сияқты жүрсің. Жігіті бар ғой? Екеуі бірге сөйлесіп шешіп алады деген сияқты. Одан кейін тағы бір киім мәселесі бойынша тағы бір өтірік. Мен айтамын Дианағашы, сен если шындықты айтсаң, мен қабылдай аламын. Айтсайшы, осындай нәрсе отыр. Мен бір тас жүрек тиран емеспін ғой? Титан дейміз, мейлі. Ондай емеспін ғой, мен түсінемін ғой деймін да. Сосын сол нәрсеге мәселеге қатты ұрысып қалған болатынбыз. Онда қазір сұрақты былай қояйық. Диана, сол кешке барған кезде неге Хамрақұлға өтірік айттыңыз? Диана ханым, өтірік айтқанда өтірік айт. Мынандай ғой, енді ашуланатын білем ғой. Содан қорқып өтірік айттыңыз. Иә. Сонымен мен оны үйдегілерге де, мама да, папа да білмейді ол нәрсені. Мен дегізі ескертіп кететінмін ғой. И бұл кісіге де сол нәрсені айтуашы, мен қорықтым да, қазір қайтадан ашуланып кете ма деп. И сонымен бірақ сонда да қорқсам енді жазып жібердім, мен келдім деп, қорқаннан келдім деп жазып жібердім. Диананың планы мынандай болған. В общем, кеп кеткенін мен де үйшілерде білмеу керек болған ғой. А мен каким-то образын біліп қоямын ғой. Сөз барысымен. И өз-өзін ұстап береді сөйтіп. Сол нәрсеге ашуланған болатынмын. Негізі, егер де мысалы біз қазір осындай недеміз қарақатынаста, егер бұл әшейін таныстықта немесе жұп болып жүрген кезде бұл қатты ұрысқа айналатындай болып негізі қарайды. Қазір мен бұл нәрсеге қатты не қылмаймын, особо мән бермеймін, жеңіл қараймын. Әңгіме жоқ бүйтіп ойланып, бірдеңе ойланып отырсам, андай жынданып отқан кезде не ойлап отырсың, құлағының астына айта береді. Тұра тұршы, уже не ойлап отқанымды ұмытып қалдым деймін ғой. Бірақ бәрібірде ыңғайы келсе, енді ара қатынаста өтірік айтуға жол жоқ негізі. Таза, адал, ақ болып, Диана, үйтіп қорықсаңыз да, рұқсатын бермейтінін білсеңіз де, айтып ескертсеңіз, осылай менің құрбымның басында қазір қиын бір іс түсті, жанында қолдау білдіріп көмектескім келеді. Хамрақұл, мен осындай жерге барып қайтайыншы. Иә, Диана ханым, мен оны бір жаман оймен еткен жоқпын да, андай ойымда дым жоқ болды да, сонымен енді мә саған ертең тағы да ұрысып қалмаймыз ба, ештеңе ойлап жатқан жоқпын ғой. Сонымен ескертейін деп сол кезде есіме түсті да, шынымен де андай. Диана ханым, мен қорғап ала салайыншы енді. Былай көзіммен көргенім ғой енді. Бізді бірге тамақтандық біз. Бота, Диана, мен үшеуміз тамақтандық. Сағат бір 10-дардың көлемінде кетті бұл Бота екеуі ше, бөлек. Және мен енді еркек жігітімін, мейлі, бірақ қызды қыз түсінеді, дәл ондай қиын жағдайда ше, мен оған барып дәл ондай мен ситуациясына кіре алмадым да. Сізге ашыла алмас еді Бота. Ашыла алмас еді да. И Диана амал жоқтан маған да айтты, Шерхан келіңші, мен үйге кету керекпін деп. Негізі Диана маған қанша рет айтты. Мен айттым, мен бармаймын, барсам ұрысып қырылып қаламыз дедім. Сен пока бола бер дедім. Бұның мамасы звондап отыр, папасы звондап отыр, кел деп отыр. А бірақ бір жағынан Ботанда енді сондай қиын жағдайда кішкене көңілі босағаннан кейін кете алмай да отырды да. Қимай отырды. Амалсыздан ғана негізі кетіп қалатын еді. Хамо сағат 10-дардың кезінде бұл үйіне қайтам деп отқан етін. Бірақ Ботаның көңілі үшін сәл 12-ге дейін сондай болып қалды. Жоқ, сендердің логиканы түсінбей жатырмын. Мақұл отырсын. Просто адамға айту керек қой. Мен мына жерде отырмын деп. Үйшілеріне де звондап, ақыр мамасы папасы звондап отырмын. Айтсын, мама, папа, мен қазір құрбым қасындамын. Осы жерде отырмын. Барлығы нормально, ешкім жаңағыдай мешать етпейді дегендей. Просто біз ойланып отыру керекпіз да, бұл қақта екен, не істеп жатыр екен деген. Ол қате нәрсе. Бірақ былай қарап тұрсаң, Хамрақұл, сен өзің сол кезде ұрысып қалып ашуланып отырсың да, ал саған солай айтатын болса, сен жібермейтін едің, Хамрақұл. Өзің проблемаңды өзің шешіп алсын, сен тыныш отыр деген сияқты айтатын едің, сені біз танитын болсақ. Бірақ енді өтіп кеткен, сен қазір айтып отырсың ғой, біз қазір үйленуге бара жатқан жұп болғаннан кейін, бұған мен қатты ашуланған жоқпын дедім да. Бірақ осыған бола сен жаңадан бері эфир бойы 2 күн ба болды ғой, екеуің ренжісіп жүргендеріңе.
сонда сендердің Диана жай ханым, өткізіп жүргендерің осындай ма деймін Диана да? ханым, мен айта Бүгінгі ол кетейінші басқа енді сыртқы көз сыншы дейді ғой Диана ханым, барлығымыз көріп жүрміз. Әнеугүні иә үйленуге ұсыныс тасталынды. Бірақ та мен байқап жүргенім негізі Хамрақұл негізі Диананы ұнатпайтын сияқты. Просто анасының ұнатуымен просто зорға жүрген сияқты да. Өйткені Диана ханым студияның ішінде де Диана мүлдем бөлек жақта, Хамрақұл вообще бөлек. Екеуі басқа екі әлемде екеуі басқа нәрсе ойлап отырады. Біреудің құлағына наушник, басқа музыка тыңдап отыр, анау жәнде отыр, сұрақ қойса бір-бірін жақтырмай, осылай агрессиямен жауап беріп қалған кездері болды. Кеше шығып кетіп жатқан кездері болды. Соның барлығын алып сараптап қарасақ, иә, ондай сезім, ондай ештеңе жоқ сияқты. Просто ұстап тұрған осы мамасының несі ғана сияқты. Иә, басындағындай емес, уже ара қатынасшы. Уже бара-бара өшіп баратқан сияқты жоқ, барлығы. Нұрдәулет қараңызшы. Бізде жарнамадан кейін Нұрдәулеттің сұрағына жауап.